Қазір 2023 басталғалы бері тұмау деген күшейіп кетті. Сол себепті иммунитеттеріңіз көтеріп жүріңіздер. Мен берген осы рецепт бойынша иммунитеттеріңіз 3 күнде өте керемет болып көтерілетін болады. Осындай сухофруктиларды аламыз, жаңғақпен, асқабақтың дәнін блендермен майдалап аламыз. Өрікті көрдіңіздер, видеодағыдай етіп турап аласыздар. Міне барлығын майдалап аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, мясорубканың көмегімен жасасаңыздар болады. Енді мейізбен өрігімізді жақсылап блендермен өткізіп аламыз. Блендермен өту өте қиын болады. Сол себепті осылай айналдыру барысында жарты лимонды қосып жүрсеңіздер болады, дәнегінен ажыратып. Міне менде қатты жаңағыдай блендермен майдаланбағандықтан лимонды қостым, кішкене сулы, нәрлі болып, барлығы жақсы араласатын болады. Міне енді осыны біз алдын ала өткізіп алған жаңғақтарымыздың үстіне салып, бір пиала әселімізді салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Өйткені барлығын көз мөлшерімен алдым. Сіздерде көз мөлшерімен үйдегі бар сухофруктиді қолдансаңыздар да болады. Барлығы пайдалы денсаулыққа. Міне жақсылап араластырып аламыз. Және де бір арнайы ыдысқа салып қойып, күнде таңертең аш қарынға бір ас қасықтан жеп су ішерсеңіздер болады, немесе шаймен ішіп жеуге болады. Өзіміз кәдімгідей шайға тәттінің орнына қолданып жатырмыз. Достар, сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Ауырмай жүріңіздер.